Балақай, мектепке барғанда әдемі жазу үшін қазірден бастап жаттыға бер. Ол үшін сенің жазу жолдары бар дәптерің болу керек. Сиқырлы қалам жазған әріптерді сен де жазып отырсаң, еш қиналмайсың. Сен өте ақылды баласың. Сондықтан бастаған істі аяқсыз қалдырмайтыныңа сенемін. Іске сәт. Келесі ғ дыбысы да дауыссыз. Оны дыбыстағанда тамақ арқылы діріл шығады. Мысалы, ғ. Бұл дыбыстан ғарыш, ғимарат және тағы басқа сөздер басталады. Ғарыш, ғимарат,